Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына 1990 жылдардан бері білім алушылар қабылдауда. Қазіргі уақытта қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында аталған мамандық бойынша бакалавриат, магистратура, докторантура деңгейінде үздіксіз білім алу мүмкіндігі жасалған. Кафедрада 2 ғылым докторы, 1 философия докторы, 7 ғылым кандидаты, 2 ғылым магистрі мамандық бойынша дәріс оқиды. Мамандық студенттері тегін интернет желісі бар кітапхана, жатақхана және спорт кешені сияқты материалдық техникалық базамен қамтамасыз етілген. Білім алумен қатар студенттер университеттің қоғамдық мәдени іс-шараларына қатысып, жеке қабілеттерін шыңдай алады. Осы бағытта Ильяс Ізбасарлар атты жас ақындар бірлестігі, студент жастар театры, би үйірмесі жұмыс жасайды. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында жас зерттеуші үйірмесі ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда қазақ тілі мен әдебиеті бакалавриаты бойынша күндізгі бөлімде 100, қашықтықтан 46 студент мемлекеттік грантта және ақылы негізде оқиды. Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша магистратурада оқуды жалғастыруға болады. Қазіргі кезде кафедрада 17 магистрант білім алуда. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша ғылым магистрлері докторантурада білімін жалғастырып, философия докторы дәрежесін алады. Қазіргі таңда кафедрада 4 докторант қазақ тілі білімі, әдебиет тану, білім беру мәселелерін ғылыми тұрғыда игеріп оқып жатыр. Осы уақытқа дейін сан мыңдаған мамандықтар оқытылып, орта білім беру саласында жемісті еңбек етуде. Сондай-ақ 50-ге жуық ғылым магистрі мен 2 философия докторы еліміздің іргелі оқу орындарында ғылым, білім, мәдениет салаларында мемлекеттік қызмет пен отандық және шетел компанияларында қызмет атқарып жатыр. Мәңгілік елдің күре тамыры, тіл мәртебесі мен рухани мәдениетімізге үлес қосқыңыз келсе, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдап, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне келіңіз.